Танымал Quora сайты оқырмандары арасында ғаламшардағы ең қорқынышты жерлер туралы сауалнама жүргізген. Желі қолданушылары әлемдегі ең қорқынышты деп 5 орынды атаған екен. Ол орындардың кейбірі туристер үшін қолжетімді болса, кейбірі қауіптілікке байланысты жабық орындар қатарына деп жазады moyaPlaneta.ru сайты. Сонымен әлемдегі ең қорқынышты 5 орынға мыналар кірген екен. Қанқалар көлі. Бұл көлді алғаш рет 1942 жылы аңшылар қауымдастығының өкілдері байқады. Бірақ тарихи жазба беттерінде осыны көл жайындағы алғашқы жазба 19 ғасырда айтылған. Зерттеушілер әуелде бұл қанқалар осы өңірді жаулап алуға келіп, бірақ табиғаттың долы мінезімен күресе алмай қырылып қалған жапон әскерлері мен сүйектері деген пікірге тоқталды. Алайда Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде британдықтар тарапынан келген зерттеушілер бұл сүйектер жапон әскерлерінің қаңқасы деген пікірді жоққа шығарды. Себебі бұл қаңқалардың жасы едәуір ерте кезеңге тиесілі еді. Ал антрополог ғалымдар болса, бұл сүйектер өзін-өзі өлтіретін діни ғұрып нәтижесінде жинақталып қалған. Адамдар белгілі бір уақыт аралығында осы араға келіп, өздерін өлтіріп отырған деген қорытындыға келеді. 2004 жылы Үндістан мен Европалық ғалымдар құралған топ қаңқалар көлін зерттеуге экспедицияға шығады. Мәйіттердің сүйегіне жасалған ДНК қорытындысы бойынша сүйектер өте ерте заманға тиесілі болып шықты. Тіптен нақты мерзімі де анықталды. Біздің заманымыздың 850 жылы сүйектерді толықтай зерттеу барысында олардың бас сүйектері қатты тиген соққыдан жараланғаны анықталды. Жыландар аралы. Бразилияның Кеймада-Гранди аралын біздің ғаламшарымыздың ең қауіпті жері деп танылған. Аралдың қауіптілігі оның аумағын басып алған улы жыландарда болып тұр. Аумағы 430 шаршы метр, аралда 4000-нан астам жылан мекен етуде. Бұл рептилиялардың өте улы, бір шаққаны тіндердің бір сәтте жансыздануына апарып соқтырады. Ал уы болса денені күйдіріп жібереді. Тозақ қақпасы. Түркменстан танымал туристік аймақ емес, бірақ бірнеше жылдан бері елге әлемнің түрлі мемлекеттерінен келушілер ағылып жатқан бір орын бар. Ол жергілікті халық Тозақ қақпасы деп атап кеткен Ербент ауылынан 90 шақырым қашықтықтағы отты жалын шашылып жатқан кратер. Шоғырланған жерасты газын 1971 жылы қазу және бұрғылау жұмыстар кезінде кеңес геологтары тапқан. Зерттеушілер бұрғылау мұнарасы мен басқа да құрылғылары пайда болған шұңғырға түсіп кетеді. Аймақ тұрғындары және малға зияны тимеу үшін геологтар газды жағып жіберу туралы шешімге келеді. Өрт бірнеше күннен кейін сөнеді деп болжам жасаған. Алайда кратерде шыққан газ жалыны 1971 жылдан бері өшкен емес.